Мені FoinKZ достар, бүгін біздер Mega Mansion Tycoon ба? Сондай бір ойынды бастай боламыз. Достар, мен түсірмегеніме көп болды видеоны. Мен желаниям жоқ болды. Мен досыңыз дейш. Маған көбісі жазылмаған болатын, көрсе де. Так что қазір мына видеоны көріп отырсаңыздар, жазылыңыздар анаға. Так, мына жерде біздер земля дейді, соған басамыз. Путь. Міне. Так, мына барғанда біздер мына жерде пол дегенді көретін екенбіз. Бізде $496 бар, ол онша аз емес. Дверь қойдық, окно дейді, терезе, яғни терезені де қойып аламыз. Мына терезеге ақшам жетпейді уже. Баскет. Автомобиль дейді, мына жақта достар еще көліктеріңізді не істесеңіздер де болады екен. Деньги. Міне. Дорога. Мына жақта что-то бір нәрсе болайын деп тұр. Стена подъездной дороги дейді. Так, мына жерде біз ақшаларымызды аламыз да. Мына үйімізге қарай барамыз. Двухэтажный, міне, көріп тұрғандарыңыздай. Екіэтажный үй. Так. Айналып көреміз екенбіз. Окно. $7 қалды. Парковочный место дейді. Яғни парковка не істесеңіздер болады. В общем, мына жерде машина бар, жаңа айтып өткендей. Мына жерде ақша өзі жинала береді. Бассақ болмай ма? Жоқ. Мына жақта баса алмаймыз. Бүйтіп қойып. Күтеміз. Мен алып қойып оңаш. Давай, $1000 дейін апарайықшы. Все, $1007 бар. 1027 даже. Так, стена 1102 стена. Так, 735-ке стена қойып аламыз. Панели стены дейді. Так, қайттан мына жаққа түсеміз. Так, мына жақта күн батады. Так, мына біздің ақшалар. Ақшамызды алып аламыз. Так, мына міне болғаныз. Так, $852, ол онша қатты аз емес. Стена подъездной дороги. Немене? Стена подъездной дороги. Мен түсіндім, мына жерде не тұратын. Ол дүниеге де жетеміз. Әлі. $1248 бар. Кішкене жинала тұрсын. Мен жиналып болғанша деймін, мен поза қоя тұрам. Так, достар, уже біздерде мына жерде қараңыздар. $2051 бар. Ол да аз емес негізі. Так, мына жерге барамыз қайтадан. Бізде екіэтажный дом болады екен сразу. Екіэтажный үй деген. Сен полды қараны жаман болмады. Панель стены. Ол сосын керек. Пол қой. Мына жақта қараңыздар, жиһаз. Бір нәрселер қоя аламыз. Ол жаман қымбат тұрады екен. Так, біз айналып өтеміз. Но есік ашылмай ма осы негізі? Заблокировать двери. Разблокируйте двери. Есікті ашыңыз дейді. Мен есікті аштым. Мына жерде $1200. Ё-моё. Так, мына жақтарға барамыз. Окно қойып шығамыз. 1200-ге стена. Ё-моё. Қымбат екен ғой. Так, мына жаққа барамыз. $500 әлі $500. Кішкене жиналсын. Немесе алып кете берейік. $1800 бар. Оған бізде қайтадан заттар салып аламыз. Окно тағы. Соны окно қоя бердім. Қазір енді стена қоямыз. Қайтадан барамыз. Өте қызықты ойын болады деген ойнам. Арнаға жазылыңдар, лайк басыңдар. Так. Мынау өте үлкен үй болады екен. Стена қойдық. Мәссаған.
Стол дейді. Мына жақта өте көп заттар. Енді мына жаққа барамыз қайтадан. Мына затымызды аламыз. Зат деп ғой, ақшаны. Подезіңдер ғой. 30 доллар. Свет. Вау. 60 доллар бар жоғы. Мына жаққа свет қоя алмайым ба? Жоқ, мына жаққа свет қоя алмайым. Мына жақта болды деп ойдамын. Деген. Тым батып жатыр екен. 700 доллар. Уже алдым. Сразу телепортпен істейік бітті ма дегенсің ғой. Так, мынау немене? Прокрученный емес. 25. Мынау кім? Мынау менің машинем ба? Ойнам. Шық. Өзің бара бер. Құрсын. Шошып кеттім ғой. Так, ақшамызды алып кетейікші. 1000 долларымызды алып. Е-мая, мынау. Тест келетін болыпты ғой. 2х ақша дейді. Давай мына жақтарды пополнить ете салайық. Окно. Так. Мына жақта ақшамызды қайтадан аламыз. И мына жақта окно дегенге қоямыз. Так, жетеді екен ақшамыз. Қойдық, все, покупайте. Акхаши дейді. Немен дейді? В общем, ана жерде түсініксіз бір нәрсе тұр да. Барам. Біздің үйіміз ема. Басыр. Так. Тым батып кетті уже. Күн. Жұлдыздар көрініп жатыр. Өз барған сайын тежелетін секілді. Жерде біздің светтеріміз жағылып тұр. Жаңа Porsche Panamera'мен келген бізге кім екен деп тұрмын мен. Ойланып тұрмын. Может, игрок шығар бір. Бірақ мен білмеймін. Окноны әзірге қоймай қоя тұрайық. Пол 3600. Пол керек жоқ, қой құрсын. Ұзын не болады? Или керек екен. Біз диванымызды аман есен қойып алайық. Диван не жақта? Мында орындыққа мынандай ақша ұрдық па? Негізі достар, долларды қазақша деп қойма. Қазақтың теңгесіне аударса, ол өте көп ақша. Шығын. Осының көп бөлімі болады деген ойдамын. Так, мынау почта ғой типа. Все ақша келеді. 2000 доллар істеп саған ба не? Да, 4000-ға дейін істеп тасташы. Мына жаққа барамыз. Бізде мына жаққа әлі заттар қою қажет. Стол қою керек. Стөл. Ковер дейді. Ковер қойып алайық па? Давай бірінші ковер қойып алайық. Полның түрін қараңдар. Жаман пол. Мына жерге ғана мешкин из бобу. Бірақ бізге әлі стол қою керек. Стол кішкене освещение қосатын шығар. Освещение дейді ғой. Әдемілеп типа. Так, мына поштаға қазір қайтадан барамыз. Поштаға жетіп қалдым мен уже. Поштаға жеттім. 2000 доллар істеп тастады. Хорош. 2220 долларымыз бар. Ол өте аз емес. Міне мына жерде ай көрініп тұр. Мына жерде жұлдыздар. Енді түн ғой, по сути. Енді мына жаққа барам. Бобов дейді. Меш қиыры жоқ деген ойдам. Міне большой диван, міне ғой. 750. Ойбай. Шошып кеттім. Лампы дейді. Стол дейді. Тағы бір стол. Маленький стол. Ол 750 доллар екен. Мен қайдам? Болды, ақшам жетпейді мен. Кішкене бүйтіп қыдырып жүре тұрайық. Міне мынау біздің үйіміз. Мына жаққа әлі заттар қоймадық. Мына жаққа да заттар қою керек деп ойдамын. Панель для стены. Пол. Мына жаққа полды да қою керек сияқты. Парковочное место. Мына жаққа түсеміз. Таң қашан атады екен таң. Міне ай әлі тұр. 2337 доллар жасап тастаған. Енді жинамай ма не? Алдым уже. 4071 доллар бар ма? Е-мая, мұны былай жетеді ғой.
Бізге пол әзірге керек жоқ. Та мен не істейтінімді білмей жүрмін. Потолок қойып алайық. Потологымыз бар еді. Соған да шүкір. Потолоксыз үй болмайды ғой. Полда әлі тұрады тұр. Панельді стенадан қоя салайық. Не істейік? Ой, қойшы. Тымды қоймады ғой. Та мына жаққа қазір барамыз. Енді аны поштаға қайттан барамыз. Және де көп ақша істеп тастады деген ойдам. 2200 жақсы. Олай болады. Негізі тағы да бір кішкене істеп тастасын. Та неше істеді? Әлі аз істепті. Кішкене істесін. Ё-моё, істеп болмайды екен ғой. Кеттік лучше. Потолығы да өте жаман емес. Мына жерге әсіресе лампа қойсаң өте жақсы освещение болады. Лампа бұл жерде кішкене енді жарықтау шығар. Жарықтау дейді ғой. Енді мына жерге де стена керек. 4252 долларға қымбаттап жатыр. Немесе стена қойып көрейік па? Қазір ақша істеген шығар кішкене. 1000 долларға жетеді по-любому. Қазір мен былай ойлап тұрмын, ол 3000 долларда істеп тастады ма деп. 3000 долларда істеп тастаған шығар, көрейік. Почти айтқанмын. 6138 доллар ол өте аз емес. Бағанағылардан жақсылау, көптеу даже. Так, мына жаққа бір стена қойып алайық. Қайсысын қойсам, қымбатынан қойайын. Мынау ма стена? Мынаны қою керек. Енді алдап кететінін қайдан білейін. Так, үйдің ішінде тағы да не қою керек екен? Бізде әзірге осындай үй. Бірақ бізге әлі үйлер сатып алу керек. Сатып алу керек деп болмай. Істеу керек. Не ғой, Porsche Panamera жүр. Что вообще? Кім вообще қыдырып жүр? Машина сатып алуға болады. Аны видео керек шығар. Так. Мына үйге қазір тағы да қоямыз. Біздің ақшамыз жетпейді. Біз поштадан қайттан ақша алып келеміз. Поштадан ақша алдым. 5009 доллар. Ол да өте аз емес. Так, стена қойып алайық тағы. Мынау онша емес. Стул. Маған әлі свет қою керек екен. Свет неше? 1361. Жоқ, потолок қойып алу керек бізге. Мен потолок қою керек деп ойлаймын. Мына жақта дым жоқ па потолок қоюға? Жоқ, мына жақта дым жоқ. Бізге 960-ға полды қазір сатып алу керек. Полды сатып аламыз қазір. Так, ақшамды алдым. Негізі көп жинап алсаң өте жақсы. Бірінші мен ойлап тұрмын, машина сатып алсаң ғана парковочный место сосын. Жоқ. Наоборот. Парковочный место сатып алсаң сол кезде жақсы болады деген ойдам. Мынау ма пол берген? Жарайды. Стена 1214-ге. Тағы бір стена 750-ге. Так. Кнопкаларды басамыз. Таң атты. Ал стена әлі қойылған жоқ. Ойын багы деп ойлап тұрмын мен. Так, достар, жалғастырамыз. Мен ойыннан шығып кетті. 4379 долларды тауып салым ба, тағаттауы. Мұны стенка ақыры қоя алмай қойды ма? Жаңа қойған стена. Енді қойылды.
Потолок. Потолок қойдық. Свет. Гаражная дверь дейді. Ана бөлме емес екен ғой. Гаражная дверь. Ё-моё, ана ақшам жетпейді. Крыша гаража. Так, менде достар зарядкасы отырып жатыр. Енді біз әзірге осындай үй, достар, мен келесі бөлім жалғастыратын боламын. Бүгінгі бөлімде біздер осындай ғана кішігірім ғана үй құрастырдық. Әрине бұл енді бастамасы ғой. Ертеңгі күнде мүмкін үлкен үй болады деген ойдамыз. Сіздермен болған мен Нифайын кезде сау болыңыздар.